Сәлем достар, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Қазір сіздермен осындай шаблонның сборкасын жасайтын боламыз. Алдыңғы жолы электрондық форматта осы шаблонның жасалу жолын көрсеткен болатынмын. Осы жолы осы шаблонның сборкасын көрсететін боламын. Шаблонның ішіндегі ең оңай жасалатын шаблонның түрі. Міне мен қағазымды фотобумагаға шығарып алдым. Фотобумага менде 200 граммдық, 180-нен жоғары фотобумагаға шығара берсеңіздер болады. Менде қағазым двухсторонняя глянцевая фотобумага 200 граммдық, жаңағы айтқандай 180 граммнан жоғары қағазға шығара берсеңіз болады. Енді қараңыздар, осындай фотоға мысалы жазу, мысалы свадьбаны пригласительный жасаған кезде өте әдемі көрініп тұрады, бірақ сіз график бойынша салу керексіз. Сол жайында мен видео салатын болам. Сол үшін каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Енді қазір линия бойынша барлығын қиып жатырмын. Сіздерге именно осыны қайшымен қиюға советую, қайшымен быстрее болады. Сосын беговкасын жасайсыздар. Беговканы білесіздер қалай жасалатын, қағазымыздың линиясы бойынша барлығын сызып шығасыздар. Өйткені қағазымызды майыстырған кезде оңай майысатын болады. Міне. Енді қазір оны ең соңында жинастыратын боламыз. Қазір біз өзіміздің главный шаблонымызға кірісеміз. Міне. Осыны қазір формасы бойынша, линиясы бойынша қиып шығамыз барлығын. Обязательно бізге канцелярский нож керек осындай кезде, өйткені егер де қайшымен кессеңіз, кішкене линиялары қисық болады. Ал именно канцелярский ножбен кесіп шықсаңыз, онда барлығы түп-түзу болып әдемі көрініп тұратын болады. Обязательно 4 жерінен беговка жасайсыздар, обязательно, потому что сіздің қағазыңыз майыстырған кезде формасы бойынша әдемі тұру керек. Міне мен қазір өзімнің құралдар алып алдым. Осындай пучок гүл 80 теңге тұрады. Бұндай цветочектар пучогы мысалы 80, сондай 100 теңге тұрады. Ішінде 12 штук па, 10 штуктай бар. Осындай гүлді қойсақ болады ортасына, немесе осындай ақ әдемі гүлдерді қойып шықса да болады. Бұндай гүлдің бағасы примерно 15-20 теңге тұрады. Бір штугы 15 теңге, 20 теңге тұрады. Сол үшін или мындай әдемі пучокты 6 штугын жабыстырсаңыз да болады. Немесе жаңағы көрсеткендей белый гүлдерді де жабыстырсақ болады. Сосын менде мынандай жылтыр бисер бар. Бисер дегенде осындай фурнитура әдемі. Бұны мен Валберестен заказ берген болатынмын. Осындай неше қазір фоткасын қоятын болам. 700 теңгеге алдым. Примерно бағасы 700 теңге. Міне Валберестен қалай заказ беру жайында менде видео бар. Примерно видеоны қарасаңыздар болады. Барлықтарыңыз уже білесіздер, Валберестен әр түрлі заттарды заказ беруге болады. Мынандай набордың бәрін қолданбаймыз. Мынандай набор бір 15-10 шақты, жайды 10 шақты бір 10 шақты коробка жасауға точно жетеді. Енді қазір барлығын майыстырып жатырмын. Именно майыстырып аламыз. Жасамай тұрып, именно майыстыру керек, өткені қазір гүлді қойғаннан кейін ыңғайсыз болады майыстырған. Мынандай фурнитураны және де материал сататын магазиндарда толып тұрады. Или кішкенесін кесіп алсаңыздар да болады. Материалының магазинда өлшеп өздері сатады. Мындай мен сияқты бисер қою тоже не обязательно. Ортасына любой гүлді қойсаңыз болады. Мысалы осындай әдемі гүлді қойып, мысалы сырға, мысалы күміс набор подарить етсеңіз, ішіне салып қойса болады, өте әдемі көрінеді. Ал енді гүлімді жабыстырып жатырмын. Көбісі осындай горячий пистолеттің бағасын білмейді екен. Осындай горячий пистолеттің бағасы 800 теңге тұрады. Тоже 500 мелочей, құрал жабдықтар сататын магазиндарда, канцелярский магазиндарда сатады. Мен 800 теңгеге сатып алдым. Және де специальный клейлары болады. Оның клейлары бір 15 теңге, 30 теңге тұрады. Әр магазинда әр қалай. Көбісі қолдану білмейді екен. Ана белый шығып тұрғаны, ол клей уже ішіне саласыз. Сосын тоққа қосқанда ол клей ериді. Сосын осылай жабысады. Өте оңай. Біздің шаблонымыз почти дайын, уже осылай қалдыра берсе де болады. Но мен кішкене үстіне осындай бисерні жылтыр лентамды қойғым келіп тұр. Осылай майыстырып қойсаңыздар да болады. Әдемі көрінеді. Примерно клей жақпай көріп жатырмын қалай қоятынымды. Енді қазір осылай ақырындап кішкене клей жағамын ара-арасына. Горячий клейді. Содан кейін былай алып тезірек былай қойып шығу керек. Өйткені горячий клей тезірек кеуіп кетеді.
Но айтарым, осындай бисермен жұмыс істеу не обязательно, жай ғана гүлдерді алып қойсаңыздар да болады, өте әдемі көрініп тұрады. Сіздермен келесі видеода осындай аналарға арналған әдемі наборды жасайтын боламыз. 2 фотоны саламын наборын, осындай әдемі набор жасайтын боламыз. Обязательно менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сияқты мынандай жылтыр лентаны қоймай, сіздер можете, знаете, бисер қоюға, андай самоклеющий бисерлер бар әдемі, соларды да қойсаңыз болады, жан-жағына өте әдемі көрінеді. Міне біздің шаблонымыз уже дайын, осылай болып шықты. Енді қазір сіздермен крышкасын, сборкасын жасайтын боламыз. Крышканың сборкасы. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді. Міне біздің крышечкамыз. Енді қазір видеоны ускорить етпей, асықпай көрсететін болам. Обязательно клеймен жұмыс істеген дұрыс мына жерде. Қазір екі шетін көріп тұрсыздар ғой, ішкі жағына кіргізесіздер. Сосын мынаның төбесіне түсіре саласыз. Қазір бірінші клейді жағамыз. Міне клейді жағып болғаннан кейін екі шетін ұстап тұрамын да, былай жаба салам жай ғана. Міне екі шетін ішіне кіргіздім. Міне тағы да екінші жерін қазір көрсететін боламын. Клейді жағамыз на төбесіне, ішкі жағына. Клейді жаққаннан кейін міне былай екі шетін ішіне кіргізіп, былай түсіре саламын. Болды. Өте оңай. Бұл жерде обязательно беговкасы дұрыс болу керек. Егер де беговкасы дұрыс болмайтын болса, онда сіздің шаблоныңыз дұрыс собирать етілмейді және қисық-қисық болып тұрады. Ең алдымен беговкасы дұрыс болу керек. Сосын майыстырған кезде по форме әдемілеп майыстыру керек. Линиялары барлығы көрініп тұр бұл жерде. Мен сіздерге осы шаблонды беремін, жасап көріңіздер. Әртүрлі мен видеомды қарап, сіздер әртүрлі цветті наборда жасай аласыздар. Енді алдымен қазір бұл шаблонды собирать еттім былай. Енді кигіз көрейін, чтобы келетіндей. Міне көрініп тұр, что коробочкамыз дәл келіп тұр бұл шаблонға. Енді бізге коробочканың төбесін әсемдеп қойса да болады, әдемілеп. Немесе үлкен бантикпен бротала барлығын байлап қойсаңыз болады. Көк үлкен бантик, немесе белый бантикпен әдемі көрінеді. Менде осында кішкентай көк бантик бар. Но белый бантикпен үлкен ақ әдемі бантикті байласаңыздар өте әдемі көрінеді. Міне енді қазір кішкене клеймен клейлеп жатырмын. Клеймен ұстап тұрсын деп ленточканың өзін ғана, немесе горячий клеймен де клейлесеңіз болады, вообще түспейді. Енді коробканың ішіне лентаны кигіздім. Енді біз коробочкамыздың төбесіне жай байлай саламыз. Осылай әдемілеп байлай саласыз. Осылай байлап болғаннан кейін осылай қалдырса да болады, немесе осындай әдемі бусинка жабыстырсаңыз да болады, өте әдемі көрінетін болады. Бұндай бусинканы жаңағы айтқандай, штор сататын магазиндар бар, сол жерден заказ беріп алсаңыз болады, өте арзан тұрады. Міне біздің шаблонымыз дайын, полностью дайын. Осындай шаблонды сіздер де жасай аласыздар. Мен жасасам, сіздердің де қолдарыңыздан бұндай заттар келеді. Өте оңай жасау жолы. Обязательно жасап көріңіздер. Енді қазір мен сіздерге осы шаблонды тегін беретін болам менің бесплатный телеграм-каналымда YouTube подписчиктеріне. Менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар, өйткені менің каналымда бұдан да басқа форматта әртүрлі видеолар шығатын болады. Барлықтарыңызға рахмет, менің видеомды қарағандарыңызға. Всем пока!